Төркіннен шықпайды екен деп жатқан шығар. Сол себептен осындай видео түсірдім. Өйткені осының алдындағы видеолардың барлығы төркінде түсірілген видео болғандықтан көбісі ойлап жатқан шығар, төркіннен шықпайтын болыпты деп. Бұйырса біздің уже осы сияқты болғанымызға 2 аптадай болды. Қызым алдыңғы видеодағы көргендеріңіздей қатты ауырды. бір жарым айдың ішінде 3 рет больницаға жаттық, укол система алды. Қызым кәдімгідей ауыр болды, иммунитеті түсіп кетті, слабый болып. Сөйтіп қалғаннан кейін күйеуім көбінде жұмыста болған соң, мама үйге кел, өзім қараймын деп сөйткен соң алып келдім төркініме. Бүгін апаның үйіне бардық. Мама бүгін демалам дегеннен кейін апаның үйіне бардық. Апам мен ата көбінде осылай күншуақта есік алдында отыратын, жемішке коламызды алып келіп, осылай апалардікіне бардық. Бүгін кәдімгідей демалып қалдық. Күншуақ погода күшті болып тұрды. Бүгін менің сестренкам, аты Мерей, бұл қыздың аты Мерей, тикток түсіріп атқанымды біліп тұр ғой деймін, өзі билеп, тиктоктағыдай билеп ойнап жүр. Сонымен осындай қызық көріп жатырмыз. Мама 8 мартына осындай персон алған болатын, өзі алған болатын. Сонымен персонын ашып көріп жатырмыз, қанша предметі бар, қандай персон деген сияқты сапасын барлығын қарап көріп жатырмыз. Кәдімгідей 2 аптаның ішінде демалып қалдым. Енді бұйырса қызым Аллаға шүкір жақсы болды. Осы жердегі жұмыстарымыз біткеннен кейін бұйырса 1-2 күнде қайтамыз. Звондап та сұраған кезінде көбінде төркіндемін деп айту маған да ұят болып жатыр. Бұйырса қайтамыз үйге деген ба. Қазір мына жерде апаны алып қайтып бара жатырмыз үйге, домға. Апа біраз демалыңыз, бізбен бірге болыңыз деп апаны алып қайтып бара жатырмыз. Сіздердің демалыстарыңыз қалай өтуде? Комментария жаза кетіңіздер.